Саламатсыздар ма, құрметті жобаға қатысушылар. Мен есімім Ардыр, мен 7-ші А сыныбының оқушысымын. Бүгінгі менің ғылыми жоба тақырыбым күн панельдерінің пайдалы әсер коэффициентін зерттеу. Жалпы мен осы тақырыпты алған себебім қазіргі уақыттағы маңызды мәселелердің бірі электр энергиясы үнемдеуінің маңыздылығы. Бүгін осы маңыздылығы туралы талдау жасай отырып, күн панельдерінің қуатының пайдалы әсер коэффициентін анықтау. Зерттеу жұмысы кіріспеден, негізгі мазмұнын ашатын бірнеше мәселелерден, есептеулерден, қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Зерттеу объектісі күн панельдері. Энергия көздерін үнемдеу бүгінгі таңда аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Себебі газ, көмір, мұнай сияқты энергия ресурстарын қоры азайып бара жатыр. Қазіргі таңда электр энергиясын өндіруші станциялардың әсерінен экологиялық проблемаларды көбейіп жатқаны рас. Сол үшін баламалы энергия көзі болып табылатын күн панельдерінің пайдалы әсер коэффициенті көбірек болғандықтан да оны пайдалану да тиімдірек болады деп ойлаймын. Осы жобамда электр энергиясын үнемдеу жолдарының бірі үй жағдайында істелінген күн панелінің көмегімен күн энергиясын электр энергиясына айналдыру туралы айтатын боламын. Қазақстанның географиялық орналасуы күн энергиясын пайдалану үшін экономикалық жағынан тиімді. Еліміз жыл бойы күн сәулесінің ұзаққа созылуымен ерекшеленеді, және де ол шамамен 2200-ден 3100-ге дейін сағат бойы бақылайтын аумақ шамамен 1900-5000 километрге, немесе бұл Қазақстан аумағының 70%-ын құрайды. Жыл бойы күн сәулесі 2600 сағаттан астам, яғни орташа радиациялық қуат тәулігінде 554-ден 677 ватт болып табылады. Қазақстандағы күн радиация деңгейі Қазақстанның орталық және оңтүстік бөліктерінде жылына 1300-ден 1800 киловатт шаршы метрге дейін жетеді. Ал ең солтүстік және батыс жақтарында бұндай шама 1000-1500 киловатт шаршы метрге дейін жетеді екен. Пайдалы әсер коэффициенті дегеніміз ол әртүрлі модельдегі күн панельдері өнімділігін салыстыруға болатын ең көп таралған параметр болып табылады. Ол күн батареясы өндіретін қуаттың түскен радиацияның қуатына қатынасы ретінде анықталады. Яғни бұл осындай формулямен табылады. Мұндағы P-max дегеніміз ол күн батареясы өндіретін қуаттың, ал P дегеніміз ол түскен күн радиацияның қуаты. Олар екеуінің қатынасы 100%-ға көбейтіп, осы пайдалы әсер коэффициентін табуға болады. Міне, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, мен күн панелінің сипаттамасын бірнеше күн панель моделдеріне таптым. Осы күн панель сипаттамасының кестесіне мен күн панельдің моделін, қуатын және бағасын қойдым. Міне, егер сіз осы күн панелін істегіңіз келсе, сізге пищевой фольгамен бірнеше дискілер керек. Ал күн панелін қуатын қарау үшін бізге мультиметр деген құрал керек. Үй жағдайында қарапайым панелін дайындалып. Міне, бұл өзіңіз көріп тұрғаныңыздай осы панель, күн панелі. Біз оны істеп болғаннан кейін мультиметрді қосып, мультиметрде екі полюсте екі сым болатын. Егер біз бірінші полюсті фольганың бір жағына, ал фольганың екінші жағына екінші сымды қойсақ, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай мультиметрдің саны қосыла бастаған. Бұл бөлмедегі болып жатқан жарықтың энергиясы болады. Ал енді біз кішкене көтсек, ол қосылып, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай саны кішкене болса да көбейе бастаған. Бұл күн панелі мультиметрмен бірге және жарықтың істеуіне мысал болады. Міне, мен осылай етіп, үйде істеп, жарықты бірнеше минутқа қалдырдым. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, бұл жұмыстың
мақсаты күн панелін және пайдаланатын коэффициентін тауы болатын. Енді осы күн панелі мультиметрге қосылатын және де оның жарығы күн сияқты болатын. Оны біз кішкене қалдырып, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай бірнеше уақыттан кейін мультиметрдің саны көбейе бастаған. Бұл бізде 10-15 минут аралығында болған мультиметрдің ваттын алған саны. Ал енді 30 минуттен кейін ваттың саны 4-ке дейін жеткен. Мен өз сөзімді қорытындылай отырып, күн энергиясы болашақтың сарқылмайтын энергиясы және оның тиімді етіп пайдалану біздің қолымызда деп өз сөзімді аяқтадым.